облысында Жезқазғаннан Қызылордаға қарай және Жезқазғаннан әрі қарай Қарағандыға қарай ямочный ремонттар жасалған. Енді барлығы емес, бірақ көп жерін жасап жатыр екен. Көп жерін жасап қойған. Міне қаншама жылдамдықпен келе жатырмыз. Әкімшілігіне рахмет. Енді жақын арада модернизация, реконструкцияны тездетіп бастап, жақын осы 1-2 жылдықта бітіреді деген үміттеміз. Осы қазір ямочный ремонтты жасап бергеніне де рахмет әкімшілігіне. Кейбір жерлер қалып қойыпты. Жүргізушілер абай жүріңіздер. Қатты босаңқы болып кетіп, қатты жүріп келіп, әлі жөнделмеген жерлері бар екен. Соларды абайлаңыздар. Әкімшілікке осындай жерлерді қалдырып кеткен, соған назар аударсаңыздар тезірек. Гравейкінің Ұлытау жақтағы территориясындағы жолы. Негізі грейдер кішкене жүрген сияқты. Мына бір жерлері, именно тастары бар жерлер нашар. Жерде Прадо болған сайын 60-пен жүріп келе жатыр. Жеңіл машина, асты төмен машиналар сонда аздау жүретін шығар, жайлау жүретін шығар. Грейдердің, гравейкінің жағдайы осы пока әзірге. Бағаны жақтары істеп болған, жақсы істеп болған екен десе. Қызылорда жағынан көз өтіп кетті ма? Жолдар нашар екен. Мына жаңағы баннерден кейін осындай жолдар Қызылорда жағы. Қызылорда жақ территориясында жол салынып жатырған жерлерде объездной жолдар жақсы. Объездной жолдар негізі Жезқазған жағындағы асфальттан жақсы. Пойызбен әлде самолетпен тағы шығамын жолға. Артамың шақырым өткен, бұрылып оңға солға. Аралап әрбір жерде қайтатын уақыт келді. Вокзалмен әлде аэропортпен өтемін билет қолдан.